Сәлем достар, бүгін біз сіздермен апельсин қосылған пирог дайындаймыз. Пирогқа қажетті заттар: бір дана апельсин, жұмыртқа, ванилин, қант, ерітілген сары май және де ұн. Ең алдымен апельсиніміздің қабығын теркадан өткізіп аламыз. Апельсинді екіге бөлеміз. Пышақпен апельсиннің ортасын кесіп аламыз. Содан соң бөлек ыдысқа шырынын құйып аламыз. Пирогтың қамырын дайындау үшін ең алдымен 3 жұмыртқаны миксерлеп аламыз. Қантымызды 3-ке бөліп, бір-бірлеп саламыз. Ванилинді саламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Ұн мен ұн қосқышты араластырып, електен өткізіп саламыз. Апельсиннің қабығы мен шырынын құямыз. Пирогтың қамыры дайын болды. Енді формамызды майлап, сұйық қамырды құямыз. Пирогты 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Пирог өте жұмсақ болып шықты. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.